Так, бізде алғашқы есеп. Сызбада көрсетілгендей электр тізбегі құрастырылады. Өткізгіштің бір бөлігі бастапқы температурасы бізде 40 секунд, келесі 2 килограмм суға батырылған. Одан кейін температура берілген, судың жылу сыйымдылығы тоже берілген. Төмендегі шамаларды анықтаңыз. Бізде қазір 5 сатты табу керек. Кезек-кезекпен тауып шығайық. Тізбектің жалпы кедергісі. R жалпыны сұрап тұр екен біздің жағдайда. Яғни байқасақ бізде екі кедергі орналасқан. Мынау біріншісі, мынау екіншісі. Екеуі бір-бірлеріне тек тізбекте жалғанғанын көріп тұрмыз. Тізбекте кедергілер жалғанған кезде біз білеміз, олар бар жоғы бір-бірлеріне қосыла салады екен. R1 плюс R2. Келесі, яғни бізде R1 20, анау 30, 20 плюс 30, бізде ол 50 омды береді. 50 ом. Әзірше бізде ондай D вариантында тұр. Басқаларында жоқ, енді D белгілеп кете салуға да болмайды. Барлығын шығарып шығайық кезекпен. Тізбектегі ток күшін сұрап тұр. Так, тізбектегі ток күшін сұрап тұр. Енді барлықтарымыз білеміз, U бөлінген R жалпы деп шығарамыз. Біздегі кернеу ол бізде 220-ны береді. Оны мен 50-ге бөледі екем. 220-ны мен қазір 50-ге бөлсем, менде 4-4 деген жауап шығады екен. Яғни 4-4 ампер деген мәнді аламын. Кейін суды қайнатуға қажетті жылу мөлшері. Яғни Q-ды сұрап тұр. Енді SMT деген формуланы барлықтарын білетін шығарсыңдар. S деп отқанымыз бізде, C деп отқанымыз ол бізде 4200 көбейтілген масса. Масса бізде берілген 2 килограмм. Ал температура бастапқы температурасы электр тізбегі құраса, өзгерістің бір бөлігі бастапқы температурасы 40. Одан кейін ол 100. 100-ден 40-ты азайтамыз. Делта Т деп тұр ғой бізде, ол 60-ты береді. Енді үшеуін көбейтеміз. 120-ны 4200-ге көбейтетін болсақ, бізде 504 деген жауап шығады екен. Енді ол 504 килоджоуль деп алайық. Мына қарасақ, мына мәндер кезекпен табылып келе жатыр. Енді бізде келесі 3 минутта пайдаланған электр энергиясы дейді екен. Енді бізде энергияны сұрап тұр. Так, энергияны бұл жағдайда қалай табамыз? Менің миыма қазір IUT деген формула келіп тұр. I деп отқанымыз 4-4, U деп отқанымыз 220, T деп отқанымыз бізде 3 минуттан кейін деді. Яғни ол 180 секундты береді екен. Олай болса қазір 180-ді көбейтеміз 220-ға, оны көбейтеміз 4-4-ке. Бізде 174240 деген жобамен алған кезде 174 килоджоуль деген энергия көзі шығады екен. Ол бізде мұны байқап тұрсақ, келесінің жауабы шықты. Одан кейін егер қондырғының пәкі 80% болса дейді, пәгі берілген бізде 80% болса, суды қайнатуға қажетті уақыт дейді. Яғни қазір бізде пәктің формуласын еске түсірсек, төбесіне SMT-ны жазамыз, жылу мөлшерін. Астыға уақыты бар. Бізде не бар? Энергия, қуат. NT деген формула бар ғой. Мына энергияның тағы бір, яғни барлықтан білесіңдер, жұмыстың мынандай қуатпен белгіленген формуласы бар. Енді осы мен қуатты P деп алып жатырмын мына жерде. Мынау уақытты. Енді осы жақтан өрнектейтін болсақ, уақытты табатын болсақ, T-ны пропорциямен пәкпен екеуінің жайы алмасады екен. Яғни бізде P пәк болады. Енді осы формулаға жай-жайларына қойып шықсақ болады. Бірақ бізде бұл жақта қуат керек. Қуатты жоқ. Қуат, мына екеуін бір-біріне бөле салсақ та негізі жоқ. Қазір. Қуатты алдымен тауып алсайық, олай болса. Біз бұл жақтан қуатты қалай табамыз? Мынау бізде 3 минутта кететін қандайда бір уақыт. Мына 504-ті кило нені қазір? 504 мың. Так, бізде қуат, мына екеуінің көбейтіндісі қуатты бермей ма? IU деген. Естеріңде болса, P тең IU-ға тең. Енді қараңдар. Негізі, наны басты қатырмай SMT бөлінген IUT деп ала берсек те болушы еді. Сөйтіп ала берейік, IUT.
сол кезде мынау қуат мына жақтан ашылып тұр ғой енді аю болып. Мынау ай у болып. Бізде ай бар, у бар. 4-4-те енді қазір жай-жайларына қойын, ана жерді кішкене өшіріп тазалап қысайық. Бізге қазір шығаруға жай керек. Ну, қазір енді 11 минут деген шығу керек. Как раз сол бойынша келе жатырмыз. Вот. Уақытты табайық. Үстінде SMT. SMT-ның біз жауабын білеміз, ол 504 мың деп бағана шығарған болатынбыз. Енді осыны бөлеміз IU и пәкке. Пәк бізде ол 0,8-ге тең, ал 4-4-ті 220-ға көбейтетін болсақ, бізде 968 деген жауап шығады екен. 968. Енді осы өрнекті шығарсақ қазір мен 504 мыңды бөлеміз 0,8-ге, оны бөлеміз 968-ге. Сонда бізде жобамен шығады екен так 650-8. Енді біздің жағдайда ол секундпен шығады ғой. Біз бұны қазір минутқа айналдыру үшін 60-ға бөліп, сол кезде бізде жуықтап алғанда 10-8-4. Яғни жобамен алғанда 11 минут деген жауап шығады екен. Ол бізде Д жауабындағы бүкіл мәндер шықты. Біздің келесі есеп, дене OX өсі бойымен 54 км/сағат жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Яғни 54 деп отқанымыз бізде 15 метр секунд. Енді бұны қалай табу керек екенін білетін шығарсыңдар. 54-ті бөлеміз 3-6-ға, кез келген км/сағат айналдыратын кезде. Бір қалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 10, яғни x0 бізде 10 метрге тең. Дененің 2 секундтан кейінгі координатасын анықтаңдар дейді. Бізге айтады, бірінші жүрген жолды сұрап тұр. Енді А-ны табайық. А бізде А варианты жүрген жолымыз S қайтпақшы. S тең болады VT-ға сала саламыз. Бізде жылдамдық берілген 15 метр секунд көбейтеміз. Уақыт 2-ге. Сонда бізде 30 метр деген жауап шығады екен. Сонда бізде А 30 метрге тең, А3. Енді Б неге тең? Енді ол бізде координатасын анықтады екен, X-ті. X дегеніміз ол S плюс X0. Бастапқы координата екеуін қосындысын береді. Сонда бізде 30-ға қосамыз. Мынауғы X0, 10. Сонда 40 метр деген жауапты алады екенбіз. Сонда Б бізде 4-ке тең. B4. A3, B4 дейтін вариант бізде С нұсқасында тұр екен. Келесі, тікбұрышты параллелепипед түріндегі білеушені суреттегідей бірінші және екінші жағдай қылып орналастырады. Үстел бетіне түсіретін қысым және қысым күші қалай өзгереді дейді. Мына қараңдар, бірінші қысымды анықтай. Қысым деп отқанымыз не? Қысым ол екеуінің екі білеуші, екеуі бірдей салмақтары, көлемі барлығы. Бұл жағдайда мысалы, ойлаңдаршы, не үшін ағайулар Антарктикада судың бетімен жатып жүреді. Мысалы, жатып алып жүреді ғой, мұздың бетімен. Егер ол тұрып жүретін болса, қалың емес мұздың бетіне, мұз сынып кетуі мүмкін. Ол нені білдіреді? Қазір мен қысымның формуласын жазайын, F тең Fs деген. Міне. Қараңдар, қысымды бізге қай кезде қысым аз болады? Аудан аз кезде, міне. Если мына жерде аудан кішкентай болса, күшті біз кішкентай санға бөлсек, кішкентай сан шығады. Қысым аз болады. Егер S-те үлкен сан тұрса, әрине сәйкесінше жоқ, мынаяқта стрелка қысым үлкен болады. S кіші болса аудан. Егер аудан үлкен болса, бізде күш үлкен санға бөлінеді де, сәйкесінше бізде қысым кіші болады. Кішкентай қысым шығады. Сол үшін не байқаймыз? Табаны кішкентай болған сайын төменге түсіп тұрған ауданы. Оның төменге түсіретін қысымы да соғұрлым үлкен болады деген сөз. Яғни бізде мынау бірінші жағдай, мынау екінші жағдай деп алсақ, мынада значит қысым кіші болады.
Олай болса, бірінші жағдайдағы қысым кіші болады екінші жағдайдағы қысымнан. Яғни бізде А қысым бірінші вариантқа сәйкес келіп тұр. А1. Енді қысым күш. Күштің формуласын жазатын болсақ, mg. Өйткені бұлардың ауырлық күштері әсер етіп тұр ғой. G бізде тұрақты. Екеуінің массасы бірдей. Масса да, значит, тұрақты. Бұдан қандай түйін шығарамыз? F1 мен F2 бір-біріне тең. Яғни ол төртінші вариант B4. A1 B4 деген жауап болады екен. Так. Жылу түрлері. Сәйкестендіріңіз. Конвекция и жылу өткізгіштік дейді. Конвекция дегеніміз не? Конвекция, жылу өткізгіштік, ол екеуі де жылуды беретін, алатын құбылыстар, яғни термодинамиканың заңдылықтарын сипаттайтын дүниелер. Жалпы конвекция деген ол сұйықтар мен газдардағы жылу алмасу. Яғни балға мен мыс монетаны соққанда монета қызады. Яғни қандай да бір балғаның сыртқы күштердің әсерінен монетаны соққан кезде оның ішкі энергиясы артып, яғни бұл бізде қарапайым термодинамиканың заңы жылу өткізгіштікті сипаттап тұр екен. Балғаны соққан ол әрине ол жылу өткізгіштік. Так, бұл энергияның да сақталу заңы ешқайда жоғалмайды, бірінші күйден екінші күйге өтіп жатыр. Яғни жылу кейпінде болып. Бұл бір екенін түсінеміз осы кезде. Жарық әрі жылы кезде заттардың температурасын жоғарылауы мүлдем ақылға қонымсыз вариант. Бөлмедегі кондиционердің жұмыс жасауы. Енді қараңдар, кондиционер жұмыс жасайды. Кондиционер ол газ, ауа ғой, ауаны неғылады, ауа арқылы. Яғни ауада суықтың немесе жылы ауаның таралуы. Біз бағана не дедік? Конвекцияны. Конвекция газдар мен сұйықтардағы жылудың таралуы. Ал бізде газ ғой мынау. Значит, бізде Аның 3 екенін осы орайда түсінеміз. Жылуды жақсы сақтау үшін терезе шынысы 2 қабат етіп жасау. Бұл да ақылға қонымсыз вариант. Сонда бізде А3, Б1 деген вариант А жауабы шығады екен. 5-ші, суреттегі атом модельдеріне сәйкес келетін нұсқаларды сәйкестендіріңіз. Яғни бізде борды берген екен, бор бізде 15-те 5. Бұл кезде мына үстіндегі оның массаларын білдіреді, яғни мына жақта біз қарап оның массасын қанша екенін анықтай алмаймыз, яғни бізде электрондардың санын санау арқылы табады екенбіз. Яғни бізде 5 электроны бар элементті мына жерден табайық. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болып кетті. Мына жақта 1, 2, 3 болып кетті. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бізде А3 екенін түсінеміз. Осы кезде Аның 3 екенін түсінеміз. Енді келесі бізде алюминий. Алюминийді байқасақ төбесінде 27 пысық болады. 13 бойынша жұмыс жасаймыз. Енді мына жақта 13 екені санамасақ та уже 4-ші вариант қалды. Яғни бізде ол Б4. А3, Б4 деген жауап С нұсқасына сәйкес келеді. Бізде енді келесі кезекте 6-шы есеп. Егер когерентті жарық шоқтары кеңістіктің бір нүктесіне келіп жетті, егер олардың жол айырмасы 2 микрометр болса, интерференция нәтижесі қалай болады? Интерференцияның негізгі формуласын еске түсірсек, ол әрине дельта L көбейтілген К лямбда екен. Мынаны естеріңнен шығармаңдар. Енді осы жақтан бізде К-ны табу арқылы біз оның күшейетінін немесе азаятынын таба алады екенбіз. К-ны өрнектеп шығарсақ, просто ол бізде дельта L-ге лямбда бөлініп кетеді. Бізде енді осыған байланысты екі жағдай бар. Қызыл және күлгін түсті. К бізде 2 микрометр, енді екеуінде надада микрометр, екеуі қазір бір-біріне бөлінгеннен кезде қысқарып кете береді. Сол үшін мен 1-ден 2-ні 0,8-ге бөлейін бірінші жағдай үшін, екінші жағдай үшін 2-ні 0,4-ге бөліп кете берейін. Яғни қараңдар, 2-ні 0,8-ге бөлсек, бізде шығады екен 2-де 5 деген жауап.
Одан кейін 2-ні мен 0-ді 4-ке бөлсем, енді әрине ол 5 деген жауап шығады. Солай ғой, 2-ні 0 4-ке, әрине 5 деген жауап. Не байқаймыз? Мынау бізде бүтін сан. Бұл жағдайда ол күшейеді. Яғни b-ның 3 екенін түсінеміз. Мынау бүтін емес сан, бұл жағдайда ол өшпейді, сөнбейді, бірақ бәсеңдейді. Яғни a2. Қарапайым шарттар b3 a2. a2 b3. Бұл вариантына сәйкес келеді екен. 7-ші есеп бізде массасы 15 килограмм көлбеу жазықтық бойымен 40 ньютон күш жұмсай отырып бір қалыпты көтереді. Егер көлбеу жазықтықтың ұзындығы 1,8 метр болса, ал оның биіктігі 0,3 метр болса, жүйенің пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз дейді. Так, пайдалы әрекет коэффициентінің формуласын еске түсірейік. Ол бізде mgh бөлінген біздің жағдайда FL. Яғни біз осы көбейтілген 100%. Біздегі бар заттардың барлығы әрине дайын тұр екен. Енді әрине m деп отқанымыз бізде 15 көбейтілген g10, h бізде 0,3. Оны бөлеміз. Енді 10-ды 0,3-ке көбейтсе 3, 3-ді 15-ке көбейтсек ол 45 ба? 45, үсті 45. Оны бөледі екенбіз FL-ге 40 көбейтілген 1,8-ге. Мен қазір 40-ті, жоқ 45-ті қазір бөлемін 40-қа, оны бөлемін 1,8-ге. 0,625 деген жауапты алады екенбіз. Енді оны 100-ге көбейтсек 62-де 5 деген жауап шығады. Сонда бізде D жауабына сәйкес келеді. 8-ші есеп. Идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі бойынша газдың жасаған жұмысын анықтаңыз. Енді осындай газдарға байланысты осындай график берілсе және оның ішіндегі изопроцесстерге байланысты болса, естеріңнен шығармайық, біздегі жұмыс әрдайым осының ішіндегі фигураның ауданына тең болады. Біздің жағдайда мына бір тік бұрышты үшбұрыштың ауданын тапсақ болады. Математикада, геометриядан еске түсіретін болсақ, тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 1,2 АБ. А деп отқанымыз мынау 2 катеті, АБ деп отқанымыз. Соның жартысы бізде оның ауданына тең болады. Енді қарап тұрсақ, астындағы А-ны табатын болсақ, А бізде неге тең? 6-дан 2-ні азайтамыз. 6 V0-ден азайтамыз 2 V0-ді. Ол бізде 4 V0. Енді B-ны табатын болсақ, мынау жаны. Ол бізде 6 P0-ден азайтамыз 2 P0-ді. Ол бізде 4 P0. Дұрыс қой, екеуін таптық. Енді осыны просто жай-жайларына қоямыз. 4 V0 көбейтілген 4 P0 бөлінген 2. 4 пен 2 қысқарып кетеді. Сонда мынау 2 қалады. 2-ні 4-ке көбейтсек 8 P0 V0 деген жауап шығады екен. 8 P0 V0 бізде C вариантында тұр. 9-шы есеп. Айнымалы тоқ тізбегіндегі тоқ күші, яғни бізде тоқ қазір 4 косинус 200 пи ти плюс пи бөлінген 12 деген теңдеуді берген екен. Енді оның сыйымдылығын берген. Міне осы сыйымдылық деген нәрсеге мән беріңдер. Яғни бұл бізде бұл жақта конденсатор орналасқан деген сөз. Реактивті кедергі мен тербелістің бастапқы фазасын анықтаңыз. Бастапқы фаза деп отқанымыз мынау. Пи бөлінген 12 P0. Яғни сендер бастапқы фаза ол бұрыш қой, фаза деген. Пи бөлінген 12, пи деп отқанымыз ол бізде 360 градус. Оны 12-ге бөлеміз. 360-ті мен қазір 12-ге бөлсем 180 деген. Так. 360-ті мен 2-ге бөліп жүріппін, кешірім сұрайым. 12-ге бөлсек 30 деген вариант шығады екен. 30 градус бізде әзірше ол А нұсқасында тұр, міне. 30 біреу екен, енді А жауабы скорее всего шығады. Кейін XS-ті сұрап тұр, ол енді 1 бөлінген омега S. На форманы барлықтарын білетін шығарсыңдар. Енді қараңдар, 1-ді бөлеміз, бізде омега деп отқанымыз 200 пи.
сыйымдылық бізде 20 микрофарад, микро деп жатқанымыз оның -6 дәрежесі. Болды, енді осыны шығарсақ жетеді. Енді жуықтап мән шығып тұр екен біздің жағдайда. Қазір 200-ді көбейтеміз 3-14-ге, оны көбейтеміз 20-ға. 12560 шығады, бірде бөлеміз 12560-ға. Бізде осындай майда сан шығады, бірақ оның астындағы -6 бізде жоғарғы +6 болып көбейтіліп кетеді. Сонда оны миллионға көбейтсек, жуықтап алғанда 79-да 6 деген жауап шығады. 79-да 6 онда жуықтап 80 орынды береді. 80 мен 30 градус бізде әрине Д жауабына сәйкес келеді. Және біздегі соңғы есеп температурасы 3000 Кельвин болатын бір атомды идеал газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясына тең фотонның толқын ұзындығын анықтаңыз. Енді бұл жақта МКТ-ның негізгі теңдеулерінен бір формуланы ұрлауға тура келеді. Одан кейін кванттық физикадан біреуін аламыз. Бізде қазір екі энергияны табуға мүмкіншілік бар. Бірінші энергия ол бізде шатаспасам 3-2 каты. Өйткені К бар. 3-2 каты болу керек. Немесе 2-ден 3 мен жайларын ауыстырып алуым да мүмкін. Меніңше 3-2. Одан кейін келесі бізде энергия H-сы бөлінген лямбда. Қараңдар, H бар, С бар и лямбданы сұрап тұр. Екі энергияны бір-біріне теңестіреміз. 3-2 каты тең болады H-сы бөлінген лямбда. Осы жерден біз лямбданы табатын болсақ, пропорция ретінде 2H-сы бөлшектің алымына кетеді, ал 3 каты бізде бөлшектің бөліміне кетеді. Енді просто жай-жайларына қоямыз. Егер есептің мәні шықпай қалса, мен 3 пен 2-нің жайын алмастырамын. Себебі мен мақта сенімді емеспін. 3-ке 2 бөлінетін бе, 2-ке 3-ке ме? Қазір көреміз. Возможно, осылай. 3-2. Қазір енді 2-ні көбейтеміз. 6-да 63 көбейтілген, оның -34 дәрежесін көбейтеміз жарық жылдамдығына. 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі, жарық жылдамдығына. Одан кейін К. Бірде Больцман тұрақтысы болу керек, -23 көбейтілген бізде 3000 Кельвин температура. Жарайды. Енді осыны шығара салсақ жеткілікті. 2-ні көбейтеміз 6-да 63-ге, 10 көбейтеміз 3-ге, 10 бөлеміз. Мына жерде бетекші. Мына 2-3-ті қысқартып тастауға болады ғой. Сөйтейік. Менде қазір мынандай сан шықты. 0,0032. Енді, негізі 3-2-ке бөледі. Дұрыс. Мен барлығын дұрыс жазған екенмін. Енді дәрежелермен жұмыс жасайық. Қараңдар, мына -23 жоғарға қарай +23 болып өтеді. Ол мынау 8 бен 2 қосылған кезде бізде +31 ма? +31. +31 -34-тен азайтылып бізде -3 деген дәреже қалады. Көбейтілген оның -3. Бірақ, мына -3-ке тағы да -3-ті бер жіберейік, біз сонда -6 қылайық, оның -6. Ал мынау бізде былай өзгереді, 3-2 болады. Сонда -6 бізде микроға, микрометр. 3-2 микрометр деген С жауапы шығады екен. Сонда есеп бітті.